Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай керемет дәмді тағам дайындайтын боламын. Осындай болып шығады. Күріштің қасында керемет дәмді тағам. Жасалу жолы оңай. Күрішім мынау тарам-тарам болып жатқан. Мынау котлетім. Фарштан жасалған котлет, бетінде жұмыртқа. Осыған әуелі етімізді ет тартқыштан жуып, тазалап, тартып аламыз етімізді дайындап. Керемет болып шығатын дәмді тағам. Менде сиыр еті. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салуға болады фаршын. Ет фаршы болса жақсы. Керемет дәмді тағам дайындайтын боламын. Осылай етімізді бәрін тартып дайындап аламыз. Оған жұмыртқамызды саламыз, бір жұмыртқамызды. Татымына қарай қара бұрышын саламыз. Приправасын саламыз. Енді мынау нанның ұнтағы, сухари. Осыны енді әбден араластырып аламыз барлығын. Керемет болып, дәмді болып шығады. Етімізді, бұрышын, тұзын бәрін араластырып салып дайындаймыз. Менде тұздалған ет. Тұзды салмадым. Сіздер қарап саласыздар өздерің керектеріңе қарап. Әбден езіп дайындап аттырым, бұрыштарын араластырып. Кішкене ас көгімізді салып жібереміз. Оны да араластырып жібереміз, ас көгіміз салғасын. Әбден. Ірімшік. Осы ірімшікті үткіштің көмегімен өткіземін. Керемет дәмді болып шығады. Өз қалауларыңызға қарайсыздар. Ірімшікті осылай етіп үткіштен өткізіп саламын. Жұмыртқаны саламыз. Екеуін әбден араластырамыз ірімшікпен жұмыртқаны. Керемет дәмді кәседе пісетін котлет. Міне менде осыған кәсеге салып пісіремін. Қызанағымызды осылай дөңгелетіп турап аламыз. Кәселеріңізге қарап, кәсенің ішін сармаймен майлап жібереміз. Түсуіне жылдам болады.
4 кәсеге жасадым. Адам санына қарайсыздар. Осыған енді дайын тұрған фаршымызды саламыз. Дөңгелетіп әбден қысып аламыз фаршымызды. Осыны енді кәсенің ішіне салып, жан-жақтарына жеткізіп жаямыз. Фарштың бәрін кәсеге салып дайындап аламын. Осылай етіп кәсемізге салып, енді жан-жақтарына ортасын шұңқырлау етіп жаямыз. Кәсеміздің ішіне. Ортасын ойық қылып аламыз. Енді осының ойық ортасына ірімшігімізбен жұмыртқамызды саламыз. Ортасына. Ортасына қызанағын салып жібереміз. Үстінен қайтадан ірімшігін саламыз. Осыны енді қызып тұрған пешімізде 40 минуттай пісіріп аламыз. Осылай етіп пешімізге салып пісіреміз. Оған дейін қасына гарнирін пісірем. Ыдысымызға майымызды құйып әбден ысытамыз. Оған жуып дайындап алған күрішімізді саламыз. Кішкене майға қуырып жібереміз. Тұзын саламыз. Татымына қарай. Ақ күріш қылып өзін пісірдім. Аппақ күріш қылдырып. Енді осыған қайнап тұрған суымызды құямыз. Міне менде аппақ болып күрішім пісті. Ыдысымызды, кәсеміздің астын сулап жіберем, жабысып қалмасқа. Күрішім тарам-тарам болып, әдемі болып пісіп шықты. Осылай етіп кәсемізді төңкере қоямыз. Ішін тағы сумен шайып жібереміз.
сонда тез оңай түседі. Керемет дәмді түскі ас. Міне күрішім. Керемет болып шыққан. Міне мынау кәседегі піскен қасына қосатын котлетім. Керемет дәмді. Міне котлетімнің ортасы осындай болып шығады. Жұмыртқа, помидор, қызанағы бар, ірімшігі бар, еті бар. Күрішім де міне тарам-тарам күшті. Керемет дәмді болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер.